Бір ел бар. Онда көшеге жай ғана шығып, үйге қайта оралу арманға айналған. Балалар мектепке емес, майдан даласына кеткендей кетеді. Олармен қоштасқанда ата-анасының көзінде үміт емес, қорқыныш бар. Мұнда жарылыстар жаңалық емес, күнделікті шындық. Қаланың тыныштығы уақытша. Кез келген сәтте түнгі аспанды от жалыны жарып өтуі мүмкін. Би, музыка, күлкі, мереке, мұның бәрі қылмысқа теңеледі. Тіпті той жасағысы келген отбасылар үнсіздікпен ғана қуанады. Мектепке барғысы келген қыздар қамауға алынып, сабалып, қорланады. Ұстаз болғысы келген әйелдер қудалауға ұшырап, өмірден шеттеледі. Кей аймақтарда әйелдің жалғыз жүруі жазаланатын әрекет. Ал жазалаудың түрі халықтың көзінше қолын шабу, таспен ату, дарға асу мұнда әлі де бар. Түрме бұл елде адамдардың тағдырын жұтып жатқан жер. Ол жерде заң жоқ, мейірім жоқ, әділет жоқ. Мұнда қорқыныш басты ереже, ал тыныш өмір тыйым салынған арман. Сенбесеңіз де бұл шындық. Әлемде осындай ел бар. Онда миллиондаған адам үмітсіз өмір сүруде. Ал ең қорқыныштысы, мұның бәрі қалыпты жағдайға айналып кеткен. Жарылыстарға да, өлімге де, әділетсіздікке де бой үйренген. Бұл жай ғана ел емес, бұл үміті үзілген халықтың мекені. Бұл Ауғанстан мемлекеті. Бүгінде әлемдегі ең қауіпті мемлекеттердің бірі.